Қазақстан Республикасы экология ықылым өзгеру Milliy комитеті 2026 жыл 12 июль күнгі тапсырма хатына hamda Қазақстан Республикасы Министрлер Кеңесінің 2026 жыл 14 июль күнгі қыстаулық хатына тикар 13-17 июль күндері республика аймағында аномал ыссы ауа ағымдары кіріп келу мünәсәбәтіменен экополицияның Қоңырат районы бөлімі тарапынан өсімлік һәм хайуанат дүниясы, әсіресе көше бойларындағы бар болған тереклер, нәлілер һәм басқа жасыл аймақтарды қорап қалудан асырау, олардың өсу халатын жақсылау мақсатында көше бойларындағы терек нәлілерді арнаулы су тасу техникалары жәрдемінде кешкі уақытта суғару жұмыстары абаттандыру тарапынан алып барылмақта.